айшықтаудың келесі түрі инверсия деп аталады. Инверсия сөздердің әдетте грамматикалық түзілу тәртібінен тыс орындарын ауыстырып өзгеше тіркестер құрайтын фигураның бір түрі. Сіздер білесіздер, қазақ тілінде сөйлемдегі сөйлем мүшелері орындары әрқашан тұрақты болатын. Әрқашан баяндауыш сөйлемнің аяғында тұрады, бастауыш басында немесе ортасында тұрады. Толықтауыштар баяндауыштан бұрын тұрады, анықтауыш бастауыштан бұрын тұрады. Енді осындай орындарының ауысып қолданылуды инверсия дейді. Мысалы үшін поэзияда да, ол прозада да кездеседі. Мысалы, сен құрметте оны, түсіндің бе қарағым, ол ақшаға сатқан жоқ, тізеден кесіп аяғын деген мысалы алып қарайтын болсақ, сен оны құрметте деген сөйлем, сен құрметте оны толықтауыш сөйлемнің соңына кетіп қалды. Сол сияқты түсіндің бе қарағым, түсіндің бе баяндауыш сөйлемнің басында, ол ақшаға сатқан жоқ, тізеден кесіп аяғын дегенде, тізеден кесіп аяғын деген толықтауыш сөйлемнің соңында ол ақшаға сатқан жоқ деп сөйлемнің басында баяндауыш кетіп тұр. Толықтауыш сөйлемнің соңында келіп тұр. Осындай орындарын ауыстырып келуін сөздердің, сөз тіркестерінің, сөйлем мүшелерінің инверсия дейді. Дамыту градация деп аталады. Алдыңғы сөзден соңғы сөзді, алдыңғы ойдан соңғы ойды, алдыңғы лебізден соңғы лебізді, әдепкі құбылыстан екінші құбылыстың екпін қуатын күшейтіп өсіп отыруы дамыту деп аталады. Мысалы, Абайдың өлеңіндегі сергі көңілім сергенді, ұш көңілім кекке кергенді, өрбі сезім өрбенді де. Әрі қарай өлеңін басында сергі деп бастайды, одан кейін ұш көңілім кергі дейді, өрбі дейді, өрбі деп әрі қарай дамытып отыр. Яғни алдыңғы ойдан соңғы ойды әрі қарай тағы да дамытып отыр. Осындайды градация деп атайды, немесе дамыту. Эллипсис сөз тастап кету, қысқарту деген мағынаны білдіреді. Грек тілінен алынғанда сөйлемнің бір мүшесін алып тастау арқылы құрылған сөз үлгісі. Яғни сөйлем мүшелерінің біреуі түсіп қалып, бірақ ешқандай мағынасы өзгермейтін сөз үлгісін эллипсис дейміз. Мысалы, жау келіп қалды дегенді ауызекі сөйлеу тілінде көбінесе қолданылады. Эллипсис жау келіп қалды дегенде деген сөйлемді келіп қалды деп айтамыз. Эллипсис адамдардың бір-бірімен сөйлесу барысында диалог түрінде де көбірек қолданылады. Мысалы үшін, қар көшкіні болады дейді. Қар көшкіні, осы жерде қар көшкіні деген сөзге мән беріңіздерші. Қар көшкіні болады дейді дегенге, қар көшкіні болады дейді деп сұрау керек. Бұл жерде қысқартып, қар көшкіні деп қысқартып беріп тұр. Бірақ ешқандай мағынасы өзгеріп тұрған жоқ. Келесі айшықтаудың түрі ол инверсия. Инверсияны айттық. Айшықтаудың түрі арнау. Арнаудың үш түрін Ахмет Байтұрсынов бөліп көрсетеді. Жарлай арнау, сұрай арнау және зарлай арнау. Арнау дегеніміз не? Жазушы не өзіне, не біреуге, не көпшілікке қайырыла сөйлесе, соны арнау деп атаймыз. Жарлай арнау көпшілікке арналған арнау болады. Белгілі ортаға, немесе қауымға, немесе жеке адамға да қаратылып айтылады. Мысалы үшін, Ыбырай Алтынсариннің бір Аллаға сиынып өлеңі. Бір Аллаға сиынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпенен тоқылық дегенде. Бұл тек қана бір адамға емес, көпшілікке, көп балаларға арнап жазылған өлең. Осындай өлеңді жарлай арнау деп атаймыз. Келесі, сұрай арнау. Көпшілікке, не жеке адамға арналып айтылады және жауап күтіледі. Сұрай арнауда кейде жауап беріледі, кейде жауап мегзеу арқылы сезіліп, өзіне өзі білініп тұрады. Не жазып ем, Құдай-ау, мен қазаққа, мұншама нағып салғандай бұл азапқа дегендегі. Сұрай арнау ақын өз ойын саналы сауал арқылы айтып жеткізеді де, өзі сол сауалдарға жауап күтеді. Зарлай арнау. Зарлай арнау арнаудың ертеден
қалыптасқан түрі, ерте көне түрінің бірі. Мұнда халық басына түскен қиын кезең немесе жеке адамның басына түскен қиындық, тағдыр тәлкек азабы ерекше ашылып көрсетіледі. Ауыз әдебиетінде Ақтабан жыбыранды, Қыз жібек жырларындағы зарлы арнаулар бар. Балталы, бағаналы, ел аман бол деп ана ай мен таңсықтың туған жерімен қоштасу. Ақтабан жыбырындыдағы көшіп бара жатқан халықтың зарлауы, жерін, туған жерін қимай, осындай арнау өлеңдерді зарлы арнау деп атайды. Қазақтың жазба әдебиетінде де зарлы арнау ерекше орын алады. Тек қана ауыз әдебиетінде емес, мысалы үшін Мағжан Жұмабаевтың сауықшыл елім-ай, сарыарқа қайран жерім-ай, күмістей таза суы бар, айдын шалқар көлім-ай деп жазған өлеңінде де ақынның туған жеріне, сарыарқасына деген зары, сағынышы суреттелген. Енді сіздер түсінбесеңіздер қайтадан қарап, кітаптан оқып, танысып шығыңыздар. Біз бүгін айшықтаудың және троптың, яғни құбылтудың түрлерімен танысып шықтық. Енді сіздерге бүгінгі сабақта тағы да қайталап айтам, тағы да оқып, тағы да тыңдап, әбден әдеби теориялық ұғымдарды біліп алуға тырысыңыздар. Содан кейін 8-ші тапсырманы, 214-ші беттегі 8-ші тапсырманы орындайсыздар. Яғни поэмадан алынған үзіндіні талдап, автор стиліне баға беріңіздер. Үзінділер берілген жаттығуда, сол үзіндіден құбылтудың қай түрі бар, соны табасыңдар. Және құбылтудың бұл түрі автор не үшін қолданды? Автордың бұл стильді, бұл құбылтуды қолданғандағы мақсаты не? Қандай көркемдік күшейтті осы шумаққа, осы тармаққа? Соны автор стиліне бағаңызды беріп жазасыздар. Үйге тапсырма. Үйге поэмадан айшықтау түрлерін табасыздар. Яғни дәл 8-ші тапсырмасы сияқты поэмадан айшықтау түрлерін, мысалдарын тауып жазып келесіздер. Және ондағы автордың ол айшықтауды не үшін қолданғанын, стиліне баға беріп жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Түсінген сұрақтарыңыз болса, түсінбеген сұрақтарыңыз болса қоюыңызға болады. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.